Ассалаумағалейкум ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көпшілікті меңзеткен, көптен бері менен сұрап жүрген безеуді кетіруге көмектесетін рецепт көрсетемін. Ең алдымен безеуге қатысты маска жасардан алдын күнделікті ұйқыны үзбеуге кеңес етемін. Таңда және кешке, таңғы күтім, кешкі күтімді жасап, аптада 1-2 рет осы маскаларды жасайтын болсаңыз, нәтиже көресіздер. Маскаға көшейік. Бізге қажет болады аспирин 2 штук, кез келген аптекадан ала аласыздар, және де белсендірілген көмір. Одан да 2 штугын алып, ыдысымызға салып, оған кішкене жарты шай қасықтай су құямыз да, жақсылап екеуін ертіп аламыз. Қолдың көмегімен. Бізде кашат сияқты консистенция шығу керек. Сумен яған кезде тез жібейтін болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін таза балдан жарты шай қасық қосамыз. Кімде балға аллергия бар, қоспасаңыздар болады. Ал енді аллергияңыз жоқ болса, жарты шай қасықтан аз бал қосамыз. Таза болуына мән беріңіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын біздің маскамыз әдемі бетке жағылуға ыңғайлы болу үшін глина қосамыз. Глина кез келген аптекада болады. Белая, голубая түрлері көп. Сізге қайсысы ыңғайлы, соны қолданасыздар. Маскаға қосып, жақсылап араластырып, бетімізге, тазартылған бетімізге умывалкамен жуып, жақсылап сосын жағыңыздар, сонда эффект жақсырақ болады. 10-15 минут ұстап, сосын жуып тастаймыз. Аллергияға тест жасауды ұмытпаңыздар. Аптада егер бетіңіз майлы болса 2 рет, құрақ болса 1 рет жасаймыз. Курс 1 айды қамтиды. Жасап көріп нәтижесін комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз.